Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Каспи Pay приложениясы арқылы қалай Каспи Ред немесе Каспи Кредит қосуға болатыны жайында айтатын боламын. Ең алдымен Каспи Pay приложениясына кіреміз. Мінекей, мұнда жоғар жағында көріп тұрғандарыңыздай, осы жерде как подключить кредит, как подключить Каспи Ред деген сияқты окошко болады. Немесе ол болмаса Каспи Pay деген бөліміне өтеміз. Мінекей, подключить Каспи Кредит деген тұр. Дәл осының үстінде мына жерде подключить Каспи Ред деген бөлімде тұрады. Сол арқылы былайынан міне өтіп қоссақ болады, немесе көбісіне сообщение болып келеді Каспи Pay'дің өзінен. Мінекей, вы можете подключиться онлайн к Каспи Ред и увеличить продажи на 30%. Ваши покупатели смогут приобретать товары в рассрочку, копить повышенные бонусы за участие в акциях. Подключить Каспи Ред дегенді басамыз. Мына жерде Каспи Редтің преимуществолары жайында айтылған. Барлығын оқып танысып шығамыз. Подключить Каспи Ред дейміз. Мінекей, мына жерде условия, правила работы и на астында все правила работы партнеров деген бөлім бар. Осының барлығымен оқып танысып шыққаннан кейін я согласен продолжить деген батырманы басамыз. Мына жерде банк Каспи Ред ашу үшін шешім қабылдап жатыр. Мінекей, поздравляем, теперь вы и ваши кассиры можете продавать с Каспи Ред деп сізге способ оплатыға Каспи Редті да қосып берді. Вернуться в Каспи Pay дейміз. Каспи кредитті де дәл жаңағы Каспи Редті көрсеткендей солай қоссаңыздар болады. Барлығын оқып шығып танысып болғаннан кейін подключить Каспи Кредит дейміз. Енді оплата қабылдау жайында айтайын. Егер клиент сіздің жаныңызда болатын болса, принять оплату дегенді басасыз. Осы жерге мінекей сумма тересіз. Мысалы 10 мың дейік. Принять оплату деп басамыз. Способ оплаты Gold Red деп тұр. Яғни клиент өзі қандай способпен төлегісі келеді, сол арқылы төлейтін болады. Ал егер клиент сіздің жаныңызда болмайтын болса, мына жерде ең астында удаленно деген бөлім бар. Сол жерге мысалға жаңағы сумманы жазамыз. Мысалы 10 мың теңге дейік. Телефон покупателя деген жерге клиенттің номерін жазасыз. Егер ол сізде контактіде сохранить етілген болса, мына жерді басып таңдасаңыз болады. Мінекей, біз счетный оплату жіберетін клиенттің номерін жаздық. Мұнда сообщение жазсаңыз да болады, не үшін оплата жасап жатқанын жазбасаңыз да болады. Отправить счет на 10 000 теңге дейді. Соны басамыз. Счет отправлен деп кетті, следите за статусом оплаты в истории деп тұр. Жоғар жақтағы уведомленияны қарасаңыздар, клиент уже оплата жасап қойды. Клиент ақшаны төлеп, ол сіздің Каспи Pay'дағы счетыңызға түскеннен кейін, оны Каспи Gold'ға аудару үшін переводы дегенді басып, өзіңіздің Каспи Gold'ыңызды жазатын боласыз. Сол жерге керекті сумманы жазасыз, перевести дейсіз, подтвердите перевести. Мінекей, сіздің Каспи Gold'ыңызға осылай ақша түсетін болады. Жалпы Каспи Pay'мен жұмыс істеу соншалықты қиын емес, өздеріңіз осылай барлығын көріп-ақ үйреніп алсаңыздар болады. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.